Мәдина қаласында бір әйел кісі қайтыс болды. Марқұмды арулап жаназаға дайындауға кіріседі. Жуындыратын әйел кісі мәйітті жуындырып жатқанда марқұмға тіл тигізіп, оның жезөкше екенін айтады. Марқұмның ар-намысына тиетін сөздер шынында да естуге жиіркенішті еді. Осы сәтте жуындырып жатқан әйелдің қолы мәйітке жабысып ажырамай қалады. Байғұс әйел шошып кетеді. Қанша әрекет етсе де қолын ала алмайды. Жаназаны шығаратын уақытта таяп келеді. Сыртта тұрған марқұмның туыстары тыпыршып, жуындырып болсаңыз кебіндейік, деп қайта-қайта сұрап жатты. Іштегі әйел, қазір, болып қалды, аз қалды, деп барынша созбалақтап әлек болуда. Бірақ тым ұзаққа созылып кеткен соң ішке кіргенде сұмдық жайттың куәсі болып тапжылмай тұрып қалады. Жуындыратын әйелдің қолы мәйіттің денесіне жабысып қалған. Шынымен де ажырамай жабысып қалған. Жуысы әйелдің екі көзі алақандай боп қорқып кеткен. Марқұмның туыстары шаһардағы имамдарға барып, мән-жайды айтып, не істеу керектігінің жөнінде пәтуа сұрайды. Бір ғалымдар марқұмды жерлеу уәжіп, сондықтан жуындырушы әйелдің қолын кесу қажет деседі. Екінші бір ғалымдар, тірі адамның жаны артық, оны аман сақтап қалуға міндеттіміз, сондықтан жуындыратын әйелдің қолына тиіп тұрған мәйіттің денесін кесу қажет дейді. Осылайша бір тоқтамға келе алмай, ғалымдардың ойы екіге бөлінді. Арасынан біреуі имам Мәліктен сұрайық деген пікір айтады. Медина қаласының имамы сол кезде Мәлік болатын. Мәлік жағдайды естіп, марқұм жатқан үйге барады. Мәйіт жатқан бөлменің есігінің сыртында тұрып, жуындырушы әйелге, марқұм жайлы бірдеңе дедің бе, деп төтесінен сұрайды. Жуындырушы әйел, ол жайлы аз-маз айттым, жай ғана зина жасайтынын ғана айттым, деп кібіртіктеп қалады. Сонда имам Мәлік, әйелдер ішке кіріп жуындырушыға жала жапқанның жазасы ретінде 80 дүре соқсын, деп қасиетті Құранда Нұр сүресінің 4-ші аятын оқиды. Ол аятта былай делінген: абыройлы әйелдерге зина жаласын жапқандарға 4 адамды айғақ келтіре алмаса, онда оларға 80 дүре соғыңдар. Әрі олардың сөздерін куәлік ретінде мүлде қабыл етпеңдер. Міне солар бұзақылар, деген Алла тағаланың әміріне сай пәтуа береді. Жуындырушы әйелге 80 дүре ұрылғанда, оның қолы өз-өзінен мәйіттің денесінен ажыраған екен. Бұл оқиға қайтыс болған абыройлы әйелдің намысын Алла тағала ғажайып түрде қорғағанының бір көрінісі. Сондай-ақ имам Мәліктің керемет ақылдылығы мен парасатты пәтуа берген оқиғасы еді. Осыдан кейін ел арасында Медина қаласында имам Мәлік тұрғанда ешкім пәтуа бермесін деген сөз жайылып кеткен екен.